Ал қадірлі достар, сіздерге бүгін Динакорд клубтағы лоу-каттың ролы не деген соны таныстырамыз. Лоу-кат деген осы нүкте, ол кез келген аналог микшердің барлығында бар. Лоу-кат осында 80 Гц, кейбіреуінде 100 Гц деп тұрады, кейбіреуінде 60 Гц деп тұрады, бірақ әрбір менің несіне қарай микшердің жағдайына қарай қосылады. Неге 80 Гц, неге 100 Гц? 100 Гц, әдетте 100 Гц адамның дыбысы төменгі дыбысы 100 Гц-тен төмен болмайды. Сондықтан адамның дыбысына әдетте 100 Гц-тен төмені, яғни өтөмітіп 80 Гц, 80-ден төменгісінің керек жоқ. Сондықтан әдетте адамның дыбысында да 80 Гц сразу кесіп тастаймыз. Кесіп тастаған кезде өзінің белгілі болады. Сол кезде жаңағы пық-пық деген дыбыстар микрофондағы жоғалатын болады. Енді одан да жоғалмай бара жатса қайтеміз, визадан аламыз міне. Осы төменгі дыбыстан аламыз лоудан. Содан және де күңгірлесе қайтеміз, ода жаңа төменгі мидтан аламыз. Енді бұдан да және де не қылатын болса, бір түрлі мәңгірлеп қалатын болса қайтеміз, онда белгілі мөлшерін герцін кесеміз. Сосын егерде және де дыбысыңыз және де ашық болмаса қайтеміз, мынадан оңға қарай кішкене ашамыз. Егерде шаңқылдап кетсе, солға қарай басамыз. Егерде нарланы болатын болса, онда осы күйден тоқтаймыз. Енді міне лоу-катты жаңа инструменттерде, көбінесе инструменттерді қолданған кезде 80 Гц-ті төменгі Гц-тің барлығы кесіледі. Егер студияда болсаңыздар, студиямен айналысып жатқан жігіттер оны біледі. Кез келген инструменттердің несі көбінше жаңа төменгі дыбыстар кесіп алынып тасталады. Сондықтан бұл лоу-катты оңай болу үшін осы жаңа арнау жасалған төменгі дыбысты 80 Гц кесу деген сөз лоу-катты болды. Осыны басып тастайсыз болды. Сосын тыныштығыз. Ары қарай одан жетпесе осыны бұрайсыз. Осы лоу-каттың негізгі мағынасы осы. Егерде сіздерді қолданған кезде алдымен осыны кесіп тастаңыздар, содан кейін барып визаны содан кейін барып кем артық болса толықтырсаңыздар сол дұрыс болады. Ал рахмет, бүгінгі сабақ осы.